Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде көршінің қызы 4-ші бөлім, және де бұл бізде соңғы сериясы болады. Осы сериал сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса, әрине де менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, және де подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпайық. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Және де тезірек 4000 подписчикке жетейік. Сол кезде мен сіздерге көптеген алғысымды білдіремін. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Ендеше менімен бірге болыңыздар, сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Енді мына дастарханды мен жинаймын ба? Мен ана қызға орындау үшін, яғни үйлену үшін осындай дастархан істесем, сонда мұнан бәрі мен жинаймын ба? Жындыма бұл қыз? Бұл қыз ерке болып кетіп жатыр. Еркелеп кетіп бара жатыр ғой. Барып айтпасам, ұйқынан тұрғызып көреміз сосын. Ей қыз, тұр бол тез ұйқыңнан. Не? Сендер екеулерің, яғни тамақ ішіп кеткендерлеріңді мен жинауым керек пе? Тұр орныңнан, өзің жина барда. Сенің қамыңды жасап жатсам мен, еркелеп кетеді ғой да. Тырысып қалады еще. Тұр бол орныңнан. Не болды, мама? Не айтамай жүрсіз, Не айтамай жүрсіз? Жина анауыңда, мен барлығын істеуім керек пе? Ана жерде толып ыдыстар жатыр, жуылмаған, соны жу. Аналарды қойып шық орнына қайттан. Мама, мен сізге оның бәрін мен үшін жасамай қойыңыз. Мен вообще-то жаса деп айтқан жоқпын. Өзіңіз ғой, мен өзім істеп бере салайын, үйде отыра беріңдер деген. Мен сізге істеп беріңізші деген жоқпын. Олай болса кафеге бара салатын сияқты едік қой. Неге бұлай айтасыз? Мақұл, жуамын. Бірақ енді мені Алиханмен кездестіруші болмаңыз. Ол маған ұнамайды даже. Жаман бала. Оля, мынау маған қандай сөздер айтып кетті? Мына қыз жынды ма? Мені сонда ренжітті ме? Оля, мен бұндайды күтпедім. Мен оны қатты жақсы көремін, бірақ мен оны қалай дәлелдеймін? Мен ұяламын. Бірақ ол мені жақсы көрмейтін де шығар. Осындай мінезіммен. Мен қалай істеймін? Анамда үнемі сонымен ғана кездесе береді. Қалайша мен оны жақсы көріп қалдым? Қызым, не болды? Не үшін жылап жатсың? Жоқ, мен жылап жатқан жоқпын, жай өзім шай ішіп жатқанмын. Ей, Құмаш, көзінен жас тамып жатыр ғой. Қалайша жыламағаны? Просто көзіме бір нәрсе кіріп кетті. Ой, ондай сылтауыңды айтпа. Айта беретін нес? Бұл сөз, бұл сылтауды кім айтпайды дейсің? Қайне, не болды, айтым. Жасырма, ешнәрсе айта ғой. Сенің анаңмын ғой. Жәнегі сөздер үшін мен ренжіп қалмаймын. Сенің анаңмын. Жарайды, ол үшін кешірім сұраймын. Бірақ мен Алиханды жақсы көремін. Бірақ ол мынандай мінезімен мені алмайтын шығар. Бірақ қалай жақсы көріп қалғанымды білмеймін. Өзімнің жүрегіммен жақсы көріп қалдым. Қалайша? Қызым, айттым ғой, сен оны жақсы көріп қаласың. Ол тәрбиелі, азаматты жігіт қой. Қазір мен оны шақырып келем үйге. Жоқ, мам, мен сізге шақыр деген жоқпын ғой. Жарайды, бірақ кешірім сұрау керекпін ғой. Не үшін шақырды екен? Бірақ менен кешірім сұраса күшті болар еді. Екеуміз бірге, яғни үйленіп дегендей жігіт пен қыз болып жүрсек деймін да. Жарайды, ендеше мен келіп тұрғанын білмейтін шығар, мынаны басайын. Бұл кім екен келіп тұрған? Алихан ба? Шақырып едім. О, Алихан, қалайсың? Кел, үйге кіре ғой. Аха, өзіңіз жақсы. Не болды? Жоқ, ешнәрсе. Қазір үйге кір, сосын барлығын айтып береміз. Мынау сіздерге мінеки алыңыз. Ой, әуре болып жүресің.
керек емес қой, әкелмей-ақ қоймадым ба әуре болғанша? Жоқ, ешқандай әуре емес. Енді үйге құр келмей дегендей сол бір нәрсе апарайын дегем. Сен біздің үйдің баласындай болып кеттің ғой, ешнәрсе әкелмей-ақ қойсаң болады. Жарайды, жүр кеттік, үйге кір. Жақсы. Сәлем, қалайсың? Жақсы ма бәрі? Я, жақсы, не болды? Көзіңнен жас ағып жатыр ғой, жылағансың ба? Не себеппен? Білмеймін. Қызым, білмеймін деген ес, айтсаңшы, шақырдым ғой сол үшін. Айта бер, сезіміңді оят дегендей. Қандай сезім? Доны түсініп жатқан жоқпын, түсіндіріңіздерші. Қызымның енді аузымен есті, мен айтпай-ақ қояйын. Алихан, мен сені қаттырақ жақсы көремін. Бірақ мен анама да айтқан жоқпын, қазір ғана біліп жатыр. Менің кешегі ісіме кешірім сұраймын, ұят болды. Соған бола ренжіп қалдым. Бірақ мен сенен кешірім сұрап отырмын. Ешнәрсе кетпейді, мен ренжіген жоқпын ғой. Ешнәрсе болған жоқ, сондай болып тұрады қыздарда енді. Негізі мен де сені жақсы көремін. Сол үшін үйлеріңе келіп жүрмін ғой. Енді сол. Ендеше алып қойыңдар. Екеуің жігіт пен қыз болдыңдар ғой. Міне мынау сендерге подарка. Алыңдар міндер. Ой, рахмет көп. Я, рахмет. Ендеше алып қояйық. Достар, осымен менің сериалым аяқталды. Сіздерге бұл сериал қатты ұнады деп ойлаймын. Мен бұл сериалды өзімнің идеямнан ойластырдым. Ешкімнен ұрлады демеңіздер, мен ешкімнен ұрлағанда жоқпын. Мен өзімнің идеяммен түсіріп жүрмін. Бірақ жақында бізде уже блогермен бір қыз, яғни блогермен коллаб түсіретін боламын. Ол әзірше құпия. Кейін біле жатарсыздар, сау болыңыздар.